Қожа Насыр мен хан ертегісі. Бір күні Қожа Насыр бір баймен жанжалдасып, ханның алдына жүгініске бармақшы болады. Бай сыйлық беріп, хан байдың сөзін сөйлейтінін сезген Қожа хан алдына қойнына бір үлкен тас салып барады. Хан екі жағының да арызын тыңдап болып, енді үкім айтуға кірісерде, Қожа қақырынып қояды. Хан бұрылып, Қожаның бетіне жалт қарайды. Сонда Қожа ханға жұдырығымен қойнын көрсетеді. Ханның көзі Қожа Насырдың қойнына түседі. Өйткені Қожа Насырдың қойны біраз қомақты болып, томпайып тұр екен. Хан Қожа Насырдың қойнында көп алтын бар екен деп дәмеленеді. Менің сөзімді сөйлесең, осы алтынды саған берем, деп тұр екен деп ойлайды ол. Сондықтан хан сөзді салмақтай келіп, Қожа Насырдың арызын дұрыстайды. Үкімге риза болмаған бай ашуланып кетіп қалады. Кеткен соң хан күлімдеп Қожа Насырды жанына шақырып алып: «Ал Қожеке, маған ризасың ғой. Байды саған жығып бердім. Енді қойныңдағы алтыныңды бер», дейді. «Тақсыр, мен сізге алтын көрсеткенім жоқ. Менің қойнымдағы алтын емес, тас еді», деп Қожа қойнындағы тасты алдына тастай береді. «Сен маған билік айтарда көзіңді қысып, қойныңды көрсеттің. Ол не деген еді?» деп сұрайды хан. «Уа тақсыр, менің қойнымды көрсеткенім хан, әділ билік айт. Әйтпесе, мына таспен ұрып жығамын дегенім еді», дейді Қожа.